Ассаламу алейкум достар, арнама қош келдіңіздер. Балаларыңыз тәтті құмар, тәттіні өте көп жейтін болса, осындай үй жағдайында құрамы таза асқабақтан цукат жасап беріңіздер. Дәмін мүлдем асқабақ деп ойламайсыз, айыра да алмайды. Жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге тәтті асқабақтың ең дәмді тәтті түрін алған дұрыс. Және апельсин, лимон қажет болады. Апельсиннің біз цедрасын аламыз. Және қант, жылы су қажет болады. Ең алдымен біз асқабақтың сыртын қабығын тазалап, кішкене бөліктерге бөліп алатын боламыз. Каналым ұнап жатса, қазақша контентті қолдап, маған тіркеліп кетуді және де көптеген рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Асқабағымызды осылай орташа көлемде кесіп алатын боламыз. 1-1,5 сантиметр көлемінде. Қатты кіші немесе үлкен болмағаны дұрыс. Егер үлкен болып кеткен жағдайда біз пешке салып кептірген кезде арасы кеппей қалады. Ал кішкене болған кезде пеште ол өз көлемін жоғалтып, мүлдем кішірейіп қалуы мүмкін. Міне мен осындай көлемде барлығын кесіп алдым. Кесіп алған асқабақтарымызды шұңғыл ыдысқа салып дайындаймыз. Келесі біз сиропымызды дайындайтын боламыз. Сиропқа дайындау үшін түбі қалың ыдысты алған дұрыс. Мен осындай сковородкаде сироп жасайтын боламын. Жылы суымды құйып, үстінен қантымды салып алам. Қант салғаннан кейін жарты лимон согы қажет болады бізге. Лимон согы және де дәм беру үшін корица пайдалансаңыздар болады. Мен жарты корицаны салдым. Ерекше цукаттың дәмі ерекше болу үшін қоспасаңыздар да болады. Келесі бізде апельсин. Апельсиннің бізге цедрасы қажет болады. Оны үккіштен өткізіп, жақсылап майда етіп өткізесіздер. Сол үстіне саламыз сироптың. Апельсин мен лимонды қосу, яғни цукатқа ерекше цитрусовый дәм береді. Қосуға тырысыңыздар. Асқабақтың да мүлдем сезілмейді, сондықтан қосқан дұрыс. Осылай қосқаннан кейін тағы да мен апельсиннің согын тағы да қостым. Жарты бөлігін барлығын соғын қостым. Осылай қосқаннан кейін біз оны газге қоямыз. Астын араластырып отырыңыздар, жабысып қалмасын. Жақсылап араластырып, бір қайнатып аламыз. Жақсылап қайнау қажет. Қайнағаннан кейін үстіне асқабақтарымызды салатын боламыз. Міне біздің сиропымыз осындай қоңырқай түсті болады. Жақсылап қайнағаннан кейін сироптың астын жайға қойып, үстіне барлық асқабақтарды салатын боламыз. Асқабақты салғаннан кейін батпай қалды деп уайымдамаңыздар, өйткені асқабақ біраз қайнағаннан кейін өзінің согын бөліп шығады, сондықтан артық мөлшерде судың құюдың қажет жоқ. Рецептте көрсетілген мөлшерден артық құймағандарыңыз дұрыс. Осылай құйғаннан кейін жай ғана араластырамыз асқабақты. Сиропқа жақсы батып, жақсы болғаны дұрыс. Бетін жауып 5-7 минут қайнатып аламыз. Әр асқабақтың сорты әрқалай болғандықтан кей асқабақтар ұзақ пісуі мүмкін. Мен 5-7 минут қайнатамын, газдан өшіріп, бетін жауып, 1 сағаттай суға қалдырам. Толық асқабақ суыды деген кезде қайтадан тағы бір рет қайнатам 5-7 минуттан кейін. 5-7 минуттай қайнатып, қайта өшірем. Мен 2 рет қайталадым бұл процесті. Сіздер енді асқабақ егер ұзағырақ қайнайтын болса, 3 рет қайталайсыздар. Толық суығаннан кейін ғана осылай пергаментті жайып, противенге үстіне қойып, арасын алшақ етіп, осылай барлығын орналастырып шығамыз. Енді біз осы цукаттарымызды, яғни асқабақтарымызды пешке жібереміз кептіруге. 90 градуста 3-3,5 сағаттай кемі кебу керек, жақсылап кебу керек. Ал қалған сиропты төгіп тастамаңыздар, осылай сүзгіден өткізіп, басқа ыдысқа холодильникке салып қойсаңыздар да болады. Мен бірақ тәтті тоқаш пісіруге пайдаландым сиропын. Міне бізде асқабақтарымыз 3,5 сағаттай мен кептіріп алдым. Цукаттар дайын болды. Енді осы кепкен кезінде, ыстық кезінде үстен кукурузный крахмал мен сахарный пудраны екеуін араластырып, яғни цукаттар бір-біріне жабысып қалмас үшін үстінен осылай сүзгімен үстіне сеуіп шығып, қолдарыңызбен жақсылап бір араластырып алып, ыдысқа салып қойсаңыздар, цукаттар бір-біріне жабыспайтын болады.
Міне біз осылай қолымызбен араластырып аламыз. Біздің цукатымыз дайын. Балаларыңыз тәтті құмар болса, конфеттің орнына берсеңіздер болады. Менің өзімнің қызым қатты ұнатып жеді. Дәмін асқабақ деп мүлдем ойлаған жоқ. Цитрусты конфет деп ойлады. Осылай ыдысқа салып, дастарханның үстіне қойып қойсаңыздар, күнделікті балалар жеп жүргенге өте ыңғайлы, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп кетуді және жасап көрсеңіздер, комментарийға өз ойларыңызды жаза кетуді ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.